12-ші параграф. 2, 3, 5, 9, 10 сандарына бөлінгіштік қасиеттерді талдаймыз. Басқаша айтқанда, қандай сандар сан 2-ге бөліну үшін қандай болу керек, 5-ге бөліну үшін қандай болу керек, немесе санға қарап тұрып, мына сан 9-ға немесе 3-ге бөліне ме, бөлінбей ме екенін анықтау үшін қандай амалдар орындау керек екен. 2-ге бөліну үшін сан бұл жеңіл, біздер жұп сандар мен тақ сандар ережесінен білеміз. Біздер сан 2-ге бөлінсе, ол жұп сан болып саналады. Мысалы, 2, 4, 8, 6, 10 сандары 2-ге бөлінетін біз білеміз. Ал енді кез келген үлкен сан, бұдан үлкендеу сан болса, мысалы 128 болсын. Бұл сан 2-ге бөліну үшін не болу керек? Бұл санның соңғы цифры 2-ге бөлінсе, бұл сан 2-ге бөлінеді деген сөз. Мысалы 128 деген санды қарап өтейік. Бұл сан 2-ге бөліну үшін бұның ең соңғы цифры 2-ге бөліну керек. Бұл жағдайда бұл сан 2-ге бөліне ме? Өйткені 8 2-ге бөлінеді. Сондықтан біздер бұл сан 2-ге бөлінеді, немесе жұп сан деп айта аламыз. Немесе 3576 болсын. Бұл сан 2-ге бөліне ме? Өйткені ең соңғы саны 2-ге бөлінеді. Міне 2-ге бөлінгіштік қасиеті осындай екен. Егер сан 0-ге, 2-ге, 4-ге, 8-ге, 6-ға аяқталатын болса, сан 2-ге бөлінеді деген сөз. 2-ге бөлінгіштік қасиетін қарап өттік. Келесі 5-ге бөлінгіштік қасиетті қарап өтейік. Сан 5-ге бөліну үшін қандай болу керек? Қандай сандар бар бізде? 5 бар, 10 бар, 5-ге бөлінеді. 15 5-ге бөлінеді. 20 5-ге бөлінеді. Тағы сол сияқты көбейту кестесін қарап отырсаңдар, 5-ге бөлінетін сандардың барлығы 5-ге немесе 0-ге аяқталады. 5-ге немесе 0-ге аяқталады. Сондықтан біздің айтатынымыз, егер сан 5-ге немесе 0-ге аяқталатын болса, онда бұл сан 5-ге бөлінеді дейміз. Үшінші 10 санын қарап өтейік. 10 саны барлықтарыңа да жеңіл шығар. 10 саны дегеніміз 10-ға бөлінетін сандарды қарап өтейік. 10, 20, 30, 340 мысалы. 1460 болсын. Бұл сандардың бәрі 10-ға бөлінеді ғой? Бөлінеді. Біз оны қайдан білеміз? Өйткені ең соңында мынандай 0 бар. Ең соңында 0 болатын болса, бұл сан 10-ға бөлінеді екен. Жерге 3 емес, кешіріңіздер, 10 болады. Мына жерде 3 емес, 10. Келесі біздер 3 санын қарап өтейік. 3-ге бөлінгіштік қасиеттері. Ол алдыңғы есептерде біздер тек қана ең соңғы санына қарап, біздер сан бөліне ме, бөлінбей ме екенін анықтай алатын болсақ, 3-ге олай емес. 3-ге сан бөліне ме, бөлінбей ме қарау үшін біздер санның цифрларының қосындысын қарау керекпіз. Мысалы 123. 123 саны 3-ге бөліне ме? Біз білмейміз, сондықтан қарайық. 123-тің цифрларының қосындысы бұл 1 қосылған 2 қосылған 3, яғни 6-ға тең. 6 3-ге бөліне ме? 6 3-ге бөлінеді, ол 2-ге тең болады. Сондықтан біздер айтамыз, 123 саны 3-ге бөлінеді деп айтамыз. Өйткені оның цифрларының қосындысы 3-ге бөлінеді. Басқа мысал қарастырып көрейік. Мысалы 960 болсын. 960 санының цифрларының қосындысы неше? Ол 9 қосылған 6 қосылған 0. 9-ға 6 қосқанда 15, оған 0 қосқанда 15 қалады.
15 3-ке бөліне ме? Бөлінеді. Сондықтан 960 саны 3-ке бөлінеді деп айта аламыз. Енді 9 санына қарайық. 9 санына бөлінгіштікті қарайық. 9 саны да дәл сондай. Берілген санның цифрларының қосындысы 3-ке бөлінетін болса, 9-ға бөлінетін болса, бұнда бұл сан 9-ға бөлінеді деген сөз. Мысалы, 18 санын қарайық. Біздер білеміз, 18 деген ол 9 көбейтілген 2. 18-дің цифрларының қосындысы неше? Бұл 1 қосылған 8, яғни 9-ға тең. Ал 9 9-ға бөлгенде 1 шығады. Сондықтан 18 саны цифрларының қосындысы 9-ға бөлінетін болғандықтан 18 саны да 9-ға бөлінеді дейміз. Басқа мысал қарастырайық. 2799 болсын. Тең болады қоймаймыз. Сызықша қойып. 2-ге 7-ні қосамыз, оған 9-ды қосамыз, оған 9-ды қосамыз. Бұл деген неше деген сөз? 2-ге 7 қосқанда 9, оған 9 қосқанда 18, оған 9 қосқанда 27. 27 9-ға бөліне ме? 27-ні 9-ға бөлген кезде 3 шығады. Сондықтан 2799 да 9-ға бөлінеді деп айта аламыз. Ал енді 960 жаңа қарап өттік қой. 960 9-ға бөліне ме? 960-тың сандарының қосындысы 15 болды. Ал 15 бізде 9-ға бөлінбейді. Сондықтан 960 9-ға бөлінбейді.